бізде мындай жолдар бар дейді да. Ораза ұстаушылардың жолдары бар дейді да. Оған толы дейді да. Мысалы, бірінші күн мен төртінші күн ұстап жатқандары бар, айдың ортасын ұстап жатқандары бар. Сол секілді ораза күн ара ұстап жатқандарымыз бар. Нәпіл оразалар. Сосын жақсылық істеу ораза нелері бар, садақа берушілері бар. Сол сияқты жолдар көп қой, құлшылық етушілері бар. Сонда көп жолдардың ішінде бір жол бос қалды дейді да ұстаздарымыз. Ол қай жол дейді да? Ол мінез, ахилақтың жолы бос қалды дейді да. Әдейі мінез пайғамбар салсам. Біз ер адамдарда жетпей жатқан жақсы мінез, ахилақ жетпей жатты деп ойлаймын да. Сол себептен тек қана ер адамдар емес, әйел адамдардан болады, өзіне байланысты, өзі тапқан енді әркім тең-теңімен деген сияқты, тезек қабымен деген сияқты. Бізде мына имам Жаузи айтады, тараффул деген зат бар дейді дінімізде. Тараффул деген не зат дегенде жақсы мінез дейді. Жақсы мінез деген, тараффул жақсы мінез дегенде адам кемшілігін, мысалы әр адам кемшілік бар, соны байқамау. Мысалы әйелімізде кемшілік бар, менде кемшілік